Бас прокурор мәжілісте мынандай сөз айтты. Под стражем Джумагельдиев, так называемый Дикий Арман и 14 член СГ группировки. Түсіндіріп берейін. Қаңтар оқиғасына қатысты 3770 қылмыстық іс қозғалған. Ұсталғандардың қатарында Арман Жұмагелдиев, яғни Дикий Арман, және оның тобындағы 14 адам бар. Қандай айып тағылды? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің айтуынша, ұсталғандар, яғни 3770 азамат адам өлтіру, ұрлық, қарақшылық, бұзақылық, қару ұрлау секілді заңсыздықтар бойынша айыпталып жатыр екен. Күдіктілердің көбі 30 жасқа толмаған екен. Жұмыссыз, жоғары білімі жоқ жастар екен. Бұл ақпарат не үшін айтылды? Дикий Арманды неге бөле жара мәжіліс трибунасында айтты? Берік ағаға да хайп керек болды ма? Қысқасы, қаңтар қасіретінде бүлік жасаған, заңсыз әрекеттерге жол берген азаматтар жазасыз қалмайды.